QR-кодты сканерлеген кезде сіздердің алдарыңызда ақпарат шығады. Бұл ақпаратта біріншіден 2 сұрақ болады. 2 сұрақ осы кроссвордтың сұрағы. Соны жауабын жазып, ортасында бір сөз шығу керек. Ал QR-кодта 2 жауап сұрақ беріледі ғой. Ол әріптер лақтырып тұрғанда астына фигуралар тұрады. Мысалы, ортаңғы жетімін үшсенде ма? Қараш, бергі ал үшсенде ма? Ben kaptayım da tozu. Ey бар. Бірінші сұрақ қандай екен? Бірінші сұрақ. Дұрыс. Екінші. Дұрыс. Үшінші. Дұрыс. Төртінші. Неше? Бесінші. Алтыншы. Қалай? Күнделік. Дұрыс тапты. Күнделік. Дальше. Робототехника. Сосын. Өкейханов. Сосын. Физика. Ортасында қандай сөз шықты? Қатырақ. О, енді. Жақсы, рахмет. Бүгінгі ойында жеңіске жеткен. PM 20-да бір тобына алғысымызды білдіреміз.